Яғни қазақтардың 82%, 88% өз тілін сөйлемейді, өз тілін менсінбейді. Сондықтан да біз үшін Қазақстан ешқашан да тәуелсіздік алған жоқ. Тәуелсіз мемлекет емес, оған мемлекеттік тілдің қажеті жоқ деп. Мен жаңағы сол кісінің айтқанын тыңдап отырмын. Бәукең айтқан Бауыржан Момышұлы, өз тілін, өз дінін, өз халқын сыйламаған азамат ол сатқын деп. Өкінішке орай, өзіміздің тілімізді менсінбей өзгенің қалған нәрсесін. Кезінде неміс болып туып, қазақ болып өлген жаңағы Белгір деген ағамыз айтып еді, жаңағындай жалтақтарға Мұхтар Шаханов оларды Батенгі жалағыш десе, Белгір ағамыз айтып еді, көтен жалағыштар деп. Белгірдің мен қасында болдым, біраз әңгімелерін тыңдадым. Сондықтан да солтүстікке жалтаңдап, солардың оккупациялық тілін өрескел өскен. Мына Карл Маркстың айтқан, мен тарихшымын, университетте 40 жыл сабақ бергенмін. Жаңағы Карл Маркстың айтқаны бар. Тұрған елінің, жерінің тілін, әдебиетін, мәдениетін, дәстүрін сыйламаған адам, ол қонақ немесе азғын, немесе сатқын деп. Яғни, мынау қонақтар кетіп қалды. Орыстар Орыстанна кетті, Корейстер Корейстанна кетті, басқалары кетіп қалды. Мында опасыз болып жүрген, 200-ді болып өткен орыстардың сөзін сөйлеп, оккупанттық әрекет жасап жатқан өзіміздің қара көздер, соларға